Ассалаумағалейкум қазақ елі, телеотанызға қош келдіңіздер. Және оның жүргізушісі мен Мадияр Пенова. Достар, бүгінгі біздің бөліміміз енді семеркаға тағы да қосатын дополнительный орнататын боламыз. Фара бар, жаңағы лампочкаларымыз бар, боковой зеркаламыз бар дегендер қазір видеосын толықтай көретін болсаң, алдымен видеомызды бастап алайық. Достар, мінекей біз детален центрге келдік. Дауыстан естіп тұрған шығарсыздар, ойбу, ана жақта бір машинаның музыкасын айырып жатыр. Енді фоннан да байқатып тұрсыздар. Өзіміздің детален центрге келдік, King Sound'тан. Бүгін мінекей қазір көліктерімізді қай запчасты, қай бөлшекті қайдан алғанын өткендегі сияқты блок сияқты көрсете алмаймыз. Өйткені біз жол жөнекей барлығын дайындап алып қойдық. Енді қазір біз лампочкасын фарларын ауыстырамыз, жаңағы боковой зеркасын ауыстырамыз, соның барлығын толыққанды көрсететін боламыз. Осы экранға жақты жайғастырыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Алтай, олай болса, негізі видеомыздың ең басты нәрсеміз бұл бізде гранта стилдегі боковой зеркало. Енді көп айтуы мүмкін, ойбай өзінің стокын жасай деп. Егер де мен машинаның барлығын сток қылып істейтін болсам, сіздерге қызық болуы мүмкін. Сөздің шыны керек. Машина сток қылып істейтін болсам, сіздерге не қызық ұнайды? Онда қай жер тюнинг оны? Сол себептен достар, өзім заводской қояйын десем де есть один но. Өзім заводской боковой зеркалосында слепой зона бар. Сіздің артқы ескі жағыңызда келіп жатқан машинаны көрмей қалуыңыз мүмкін. Тем более қалада өте қиын. Перестраивать мына линияға ауысып жүретін кезде сіз арт жақтағы көлікті көрмей қалуыңыз мүмкін. Сол себептен заманауи, современный гранта стилдегі мінекей арнайы осы семерка, четырка жасалған боковой зеркаланы қолданатын боламыз. Өзінің мінекей серебристый заводской краскасымен, енді цветтің өзі снежный королева деп аталады. Ешқандай разница жоқ деп ойлаймын. Машинада цвет сондай, мынада да цвет сондай. Осыны қондырамыз. Сондай-ақ достар, біз арқасына екі стопка алдық. Неге дейтін болсаңыздар, достар, мінекей қараңыздар. Өзінің ескі фарасы толған, ішінде лай болған, су, дұрыс көрінбейді. Сол себептен жаңасын сатып алдық. Сондай-ақ бізде алдында хромированный жаңа решетка. Өзінің жаңа решеткасы краскасы қашып бастап отыр. Китайский салса ғой алдында ағам. Краскасы қашпайды да жаңадан сатып аламыз. Музыка айып тұрады. Алтай достар, бүгін бізде өзімізге көмектесіп отыратын өзіміздің бауырымыз ассалаумағалейкум. Едіге. Уалейкумассалам. Шуликтің қазір мына екі боковой жақсы шешіп аламыз. Пауэрлик бізде қандай бегущий болды дейсің ғой. Электрик қой, короче, мен араспаймын. Радым, өзің ғой, тамыр. Жүрмектің бауыры. Мен барып бер, шауып бер анау. Шын әлепті. Грамдан айнасын саламыз ғой. Сөйтеміз, тағы. Пауэрлик. Туман қалдың. Жұрттар не десе де о десін, короче, алдына жарық керек мен. Туман қалды. Решетка. Новый решетка мына қарсаңыздаршы, решетканы қараңыздар. Краскасы қашып кеткен. Сол себепті решетканы ауыстыруымыз керек. Тамыр, жума, тамыр. Қызық болса. Тамыр, жума дейм. Қызық. Албай деген. Тамыр. Осылай жүрген әдемі күні бірақ, осылай не? Мынау негізі өзінің заводской емес, десек те заводскойда осында кішкентай ақ, мына жердегі арт жақтағы видті көре алмайсыздар. Ал широкийді қазір салған екен көрсетемін. Мен өзім негізі разницасын біліп тұрмын. Енді современный ғой, біздің мысалы приораларда сондай жаныңыздағы сіздер бізде отпайсыздар да. Боковой қарадың, бұл барлығы көрініп тұрады. Сол сияқты нан салатын болсақ, бұл да сондай болатын болады. Не де болса да комфорт керек машиналарға, ешқандай ондай сток, анау мынау емес достар. Маған айтпай ақ қойыңыздар, шын керек. Мен түсінемін, әркімнің вкусы әрқалай ғой. Менде сток емес. Менде просто машинаны комфортқа жинау, кішкене түрін келтіру, қалыпқа келтіру. Енді андай современный бүкіл нәрсе көріп тұрады, қиналмай қарайтын боковой кімге ұнамайды. Мақтап берді негізше, өй, брат, мына краскасы кетпейді, өй, брат, деп берген ғой. Негіз деймді, по идее, қос семеркаларға да безлогативный решетка шықса, салайын. О, мына қараңыздар. Түді не то краскаленген ба, е? Басқаша сияқты ғой. Алтай достар, мінекей решеткасын ауыстырып болдық. Негізі бізде передний видті арқасына туман қосу керек. Сосын лампочкаларын диодты ауыстырмасақ па деп отырмыз негізі. Аттак мына қараңыздар. Жаңа решеткамен, жаңа фарымен, жаңа бампермен вид жаман емес. Мен де үсті-үсті жайлап жасай береміз деп құдай қаласа. Алдағы уақытта күн жылысын Астанада өзі кузовқа көшетін боламыз. Пока что осындай мелочтарын қондырып өзгерте беретін боламыз. Артқы фарсымен жаңағы лобовойда тұратын стопка алғанбыз. Енді соны қондырып алайық қазір.
Алда достар, өткендегі жолдас баланың ақ приораның хозяйны, короче, негізі өткенде 16-лықтан 16 колонка жинап жатқан. Чотан болды ма десем, жоқ, пока что 20-лықпен жүрміз дейді, көрейікші. Пока что нандаймен жүрміз дейді, наның өзі ой, жыртып жатыр ғой, наның өзі айқайлап жатыр ғой. Арқада дэу буфер тұр. Негізі менде 1.16, 1.20 тұрды, нерде 2.20 Kings рупормен бірге. Адной бір жайлап қой, бірден емес барамда. Қолғамыз сыққамыз жырады. Ертең ойлаңыздаршы, мына жерде 16-лық колонкадан 8 колонка тұрады. Снятта 8, ары өте 8, в общем 16 колонка. Рядом верная братва, машину собрал смеян, перерыв гаражный хлам, Лада вас не Lamborghini, это даже не Nissan. В центре громкая лага, вокруг нее суета. Вспомни 17-й год, где 18, он 156 децибел, плюс это был. Мана, родной. Құлақтан құлақ қамайын деді ғой. Енді артында спойлерін түсіп қойын деп отырмын сен, брат. Спойлер ұшқы дейін өтеді аты ғой. База жоқ, буферге аямапсын деп. Мына қарасаңыздаршы. Урал ма, Урал тытты, короче, кожаный, как положено. Төртеу несің ба? Ой. Мына жерде литеймен бар екен ғой, еще дополнительно. Осы біреу оқ па? Ал так неқті семерка не болып жатыр. Енді қазір боковойды едіге электриктарын істеп жатыр. Мына жақта енді қазір өзім задний фарларын ауыстыра береміз. Решеткасын ауыстырып қойдық. Мынаны алып, ескісін алып, жаңасын қой дейтін нәрсе істеп береміз. Электрикасын қазір жалғау, тұманқы қосу дейтін барлығын едекеңе сені атқой, короче. Алдыменен мына арқасындағы пластмаскаларды шешіп аламыз. Мына қарсаңыздаршы. Мына фары машина алғалы ауыстырған сияқты ғой. 3 видеоден кейін машина бар ғой, люкс болып қалады, короче. Мына жерде запаска. Ал так мына фарының состояниясы ләлә. Сатам. Алам деушілерге. Мына байғыш ауылда шаң басып қапты ғой. Мына шаң көрсетейін ба? Мына қарсаңыздаршы. Таттауына шаң нәрге лай болып қатып қалған. Мына лампочка жанған кезде көрінбейді ғой ішінде таттауы. Мынау бізде задний фара левый сол жақта. Ал так достар, короче, негізі анау новый фараның платасын қарасам, бір китайский плата бар деген. Өзі заводской платасын жуып, сүртіп, енді орнына қойып қойсылайық. Зато бізде просто сырттан қарағанда стеклосы новый көрінеді. А так платасын өзін заводской родной қалдырсылайық, лампочкаларын қайттан өзін қалдырма. Так, короче, бір жағын бітті, әйтеуір үйтіп бүйтіп, оказывается, негізі новый фарлардан өзінің резинасы өзімен бірге келмейді екен. Короче, достар, бұл жерде, короче, біз полный переделка жасадық. Әйтеуір старый мен новыйны аластырып, короче, бір жанатын, короче, бір фонарь шығып тұрмыз. Бірақ түрінде қарасаңыздар, новый фара бәрі істеп тұр, нормально. Так, достар, короче, яқты детелинг центрде машина істеп жатсақ, мына жігіттерге қыпты. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Жодам. Автоблогер, welcome to автоблогер ғой, короче. Бұл жігіттерде 55-те тюнингтеп шығарып жатыр. Если что, автоканалы бар. Сілтемесін описание қалдырып кетемін. Қандай каналың аты? Черный лев па? Черный лев. Сон айтам да, лев черный бола ма? Жарайды, серия болып тұр, түсінуге бола. Комплектациясы қандай деші? Қандай? Эксклюзив. Черный лев. Эксклюзив. Болды ғой, каталог қой. Бұйыртса, короче, осы Мадина S-осында шығарамыз ғой. Тамыр, S-то емес бұл, S-то басқа жақта тамыр. Детель ба? Бұл детель. Если что, машинаға музыка жинен бейтін болсаң, ана есікте кіресің, короче. Потолоктар сол жерде, тамыр. Көрдік. Короче, мынаның ішінен тонналай. Ешқандай кейін поворотный жасаң ешкім көрмейді. Ешкім жол бермейді. Ал так, достар, ақыры арқасында фарларын ауыстырып жатқан екен, подпарниктер өткен естеріңізде болса, бізде Таразда гейлер ұстап, артында подномердің фарасын жағаш дегеннен кейін мынаны ауыстырып деп отыр. Мынандай заводской тұрған, күй қап. Енді мынаған, короче, диод сағым деп отыр мынандай. Мынандай ақпау жанып тұрады екен. Ал так, короче, ауыстырып қойдық, давай. Ал так, достар, короче, артқы жақтағы бүкіл лампочкалар, фарлар барлығын ауыстырып жалғап болдық. Короче, мынаны қараңыздар. Бәрі новый фара әдем көрінеді. Тап-таза, чистый кәдімгідей. Кән, аян жақсы кән. Фара қос. Вот, фара қосқанда мына жаңа ауыстырғандарымыз нормально. Тормоз бас. Вот, мынамен бірге жанына көрсетер ғой. Так, қисық болып қалған ба? Басып тұра бер просто. Бірақ менде арқасында екі шетімен арқасындағы лобовойда 200-дік тонировка орналасқан, сол себептен что-то кішкене онша көрінбей жатыр. Түнде көрінеді, күндіз көрмейді деп тұр ғой, примерно бір. Аварияға жақсы кән. О, міне. Бірақ что-то ана масса қиналып отыр. Тамыр. Тамыр масса қиналып отыр что-то. Электрик. Так, короче, достар, бүгін енді үлгере алғанша істеген нәрсені бәрін істедік. Енді мына туманка ертеңге қалып отыр. Мына жерге астына туманканы қою керек, сосын лампочкалар ауыстыру керек деген сияқты. Пока мінекей орналасты. Вот, сосы қалып қалды. Енді мынаны құрту керек сияқты. Мынаны ауыстыру керек, мынандай новыйын салу керек. Вот, более-менее сәл нормально болып қалды. Сосын арқасында жаңа фарларын салдық. Жаңа фарларын, жаңа ана жерге стоп сигналын қойдық, лампочкасын ауыстырдық.
Енді жаймен осылай істей береміз, барлығы бірден болмайды, құдай қаласа. Сіздер ең басты каналдан алыстамай қарап отырсаңыздар. Енді бүгінгі видеоның ең бастысы бізде мына боковой зеркало мен туманка. Результат соңында көресіздер, қалай көрінеді, түнде қалай көрінеді, күндіз қалай көрінеді, орысша айтқанда көретін болсыздар. Бүгінге жұмыс осы. Енді ертең кездескенше. Алтay достар, бүгін бізде екінші күн. Мінекей мынандай бүгін енді электроникалар барын жалғайтын боламыз. Кеше боковой зеркаларын қондырып кеттік. Енді оны қазір поворотнигін біз істейтіндей қондыратын боламыз. Сондай-ақ мынандай туманкалар сатып алдық. Негізі мен мынандай 14-терде болады. Негізі мынандай 4 диод жағым тұрады. Олай сондай алғым келген. Әзірге мінекей 84 ваттық. Мынау алдыңғы жаққа кезде алдың аппақ жап-жақ болып тұратын алдық. Короче, ондай екі қатарлы. Жоқтан бар, нормально жарық беріп отырады. Қазір бұны енді біз бетіне қара тонировкасын ұратын боламыз. Ал сондай достар, мінекей біздің арқамыздан байқап тұрғандарыңыздай, біз детейлинг центрдеміз, King Sound'тамыз. Өзіңізге керекті динамик болсын, усилитель болсын, колонка болсын, керектің барлық шартын таба аласыздар. Егер өзіңізге сапалы музыка жинағанларыңыз келетін болса, осында келіңіздер. Толыққанды инстаграмдардың төменге описание сілтемесін қалдырып кетемін. Кіріп көріп тамашалап көрсеңіздер болады. Ал болса біз іске кірісейік, кеттік. Электроникаларын жабылып ғана қалды. Бұны енді қазір өзіміздің электрик досымызды тапсырамыз. Сондай достар, мына жерде тұрғаныңызда бұл бізде габаритті жаңағы подпарникке осы туманды жалайтын боламыз. Күндіз жүрген кезде, короче, екеуін ақ-ақ жағып жүреді. Негізі бұның заводский мынандай галогенный сары лампочка болады. Осыны біз мынандай диодты ақ лампочкаға ауыстырамыз. Мына жағын салып көрдім, по идее әдемі көрінеді деп. Енді екінші жағын ауыстырып қойдық. Так, галогенныйын шешіп аламыз. Ойбай, насты. И мына диодтын саламыз. Негізі егер сіздер аппақ диод салғаныңыз келетін болса, мұқият назар аударыңыздар, мынандай лампочка болмаса, басқа үлкен лампочкалар сыймайды екен. Мен де жаңа бір үлкенін аламын, сыймады, тек қана осы ғана сыймайды. Міне әдемі көрінетін сияқты. Екеуі де әдемі, аппақ. Енді қазір туманкілерді қосып алсақ, сонда күндіз короче осы габаритпен туманканы жағып жүреміз. И түнде ближнеміз қосып жүреміз. Барлығын орнаттық, кестік, қырықтық, жалғадық. Бүгін істейміз деген нәрсені барлығын істеп қойдық. Десекте мінекей 2 күнде уақыт өтті. Осының барлығы бағалап кетеді деген ойдамыз. Барлықтарыңыз білемін. Нәтижесін көрулеріңізге болады. Қалай болды, жанды ма, жанғанда қалай болады деген сияқты барлығыңыз көрулеріңізге болады. Оны қазір бір шама секундтан кейін көретін боласыздар. Ол үшін достар, давайте видеоны лайктармен басамыз, арнанға жазыламыз, комментарий кемітіп қалдырып кетеміз. Ал болса бізден көрсетпейміз, жаңа кездескенше аман.